Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздермен Нұрти YouTube каналы. Бүгін біздер игра в кальмара шын өмірде қандай болғанын көрсететін боламыз. Және шын өмірдегі фото суреттерінде сіздерге көрсететін боламыз. Дәл осы видео басталмай жатып, арнама тіркеліп лайк басып қойыңыз. Ал ендеше біздер бастаймыз. Мына видеоны көріп отқандардың бәрі игра в кальмараны көрді деп ойлаймын. Бірінші маусымы, екінші маусымы өте тамаша шыққан. 2025 жылы 3 маусымда шығады деген ақпараттар да бар. Бірақ бұл ойын шын өмірде болған ба деген ой сізге де келген шығар. Маған да келді. Сондықтан осы видеоны түсіруді жөн деп санадым. Бірінші, интернеттің ақпараттарына сүйенетін болсақ, кальмар ойыны аты даулы сериалының шыққан алғашқы күндерінен бастап көпшілік сюжеттің шын өмірмен байланысты болуы мүмкін деп ойлады. Жалпы бұны біз де ойладық. Қалай қорқынышты естілсе де, дәл осындай жағдайлар Оңтүстік Кореяда 1970-1980 жылдары болған. Бұрын Пусан маңында бауырлар үйі деп аталатын еңбек лагері болған. Яғни орыс тілінде бұл бірнеше аудармалар нұсқасын береді екен. Бұл игра в кальмара деп аталмаған шын өмірде, яғни бауырлар үйі деп аталған екен. Ресми мәліметтер бойынша бұл құрылым үйсіздерге көмек көрсету үшін жасалған. Бірақ шын мәнінде ішінде нағыз қорқынышты жағдайлар орын алған екен. Көшеде ұсталған адамдар лагерге жеткізіліп, оларды азық-түлік үшін жұмыс істеуге және басшылықтың қатыгез ойындарына қатысуға мәжбүрлеген. Ал бұл жерде не түсінуге болады? Яғни көшеде жүрген адамдарға көмек көрсету үшін осындай лагер құрылған екен. Яғни азық-түлікке жұмыс істейсің деген, бірақ осы жаққа жеткізілген кезде осындай бір қатыгез ойындарды ойнатқан екен. Тірі қалған адамдар жеңіліс үшін, сәтсіз ойындар үшін физикалық жазалар алғанын хабарлайды. Яғни бір ойынды қате ойнап қалсаң, ұтылып қалсаң, сондай ұрып соққан екен. Жергілікті Кореяның басылымдары айтуы бойынша көптеген адамдар өмірден айырылған деп айтылады. Яғни қате ойнап қалсаң, ұтылсаң, ұрып соққан және соның салдарынан өлімге алып келген екен. Әлеуметтік желілерде фотосуреттерге де күмән туындауда. Авторлардың айтуы бойынша олар шын мәнінде көп жылдар бұрын бауырлар үйі туралы түсірілген. Локациялар кинофильмдегі кальмар ойынның әдемі қызғылт баспалдақтары және ерекше терезелермен таңғаларлық түрде ұқсас. Бірақ көпшілік мұны жасанды интеллекттің жұмысы деп есептейді. Яғни шын өмірде болған бауырлар үйі лагері кальмар ойындағы заттарға өте ұқсас дейді. Осындай да ақпараттар бар. Ал енді мен сіздерге шын өмірде қандай болған, яғни суреттерін көрсетейін. Ал міне, мынандай шын өмірде болған екен, яғни бұл суреттері. Кейбіреулер өтірік, кейбіреулер шын болуы да мүмкін. Мысалы қарайтын болсақ, мынау садик сияқты болып тұр, әртүрлі бояулар бар. Бірақ сол кинодағы локацияларға ұқсайды, өте қатты ұқсас. Мынандай баспалдақтар, дувалдар, мынандай светтер бәрі жалпы кинода көрсетілген. Бірақ енді ол жерде әдемі болып тұрады, мынандай қирап, быт-шыт болып жатқан жоқ. Қарайтын болсаңыздар, мына жерде әжетхана да бар. Әжетханаларда да енді білмеймін, кішілерге де арналғандар бар, үлкендерге арналған да бар. Ал мынау сол жердегі адамдар, өте көп адам қатысқан, қарап тұрғандарыңыздай көк спортивті киіп алған екен бәрі. Ал мынау ақша дейді, мынау менің ойымша өтірік сияқты, бірақ шын болуы да мүмкін. Ал мынау кукласы, достар. Мен қараңыздаршы, өте қорқынышты. Егер мынандай шын өмірде шынымен дәл осындай болған болса, менің ойымша білмеймін, өте қорқынышты. Бұндай жерде адамдар қалай жүрген? Жалпы білмеймін, мен өзім миыма сыймайды. Бұндай жерде болсаңыздар, шыдай алар ма едіңіздер? Комментарий жазып кетіңіздер. Менің ойымша мүмкін емес сияқты. Өте қорқынышты. Шын өмірде де болған, яғни әртүрлі ойындар ойнатқан, салдарынан өте көптеген адамдар өлген, тірі қалғандар да бар екен. Білмеймін, тірі қалғандар ақшаны ұтты ма, ұтпады ма, бәлкім жай ғана жібере салды ма? Өте қорқынышты енді. Енді түйінін айтатын болсақ, осындай игра в кальмара шын өмірде болған, бірақ тура сондай болмаған. Бұл жерде фильмде өте көптеген фантазиялар қосылған, бірақ шын өмірде ондай болмаған. Ал осымен бізде видео аяқталды. Видеоны ұнаса тіркеліп лайктарыңызды басып қойыңыздар. Және каналымда игра в кальмара туралы өте көптеген видеолар бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Ал ендеше аман сау болыңыздар.